Егер де барлығы естіліп тұрса, өтініш қолдарыңызды көтеріп қойсаңыздар. Кішігірім техникалық ақаулар болып жатыр. Оған Так, мені қосылды ғой да, Айнұра, қазір? Иә, көрініп тұр. Аха, мен қайтадан қосамын онда. Қазір 1 минут. Так. Трансляция и экран. Скрин. И вот. Трансляция. Окей. Все, мен дайынмын. Иә, жақсы бастайық. Бірден презентацияға көшіп берейін ба? Өзің туралы айтсаң, достар, амандасып кетейік, барлықтарыңызға сәлем, кеш жарық, кішкене техникалық қатерлерге кешірім өтінеміз, ондай болып тұрады деген ойдамын. Айнұр ханымды осы кездесуге өтініп шақырдық, уақытының тығыздылығына қарамастан. Айнұр бұл ағылшын тілінің мұғалімі, қазір өзі туралы айтады, осы кезге дейін 700-ден асқан студентке ағылшын тілін үйреткен, яғни 2-3 айдың ішінде сөйлете алатын мамандардың бірі. Мен бұл қызға өз басым сенем, сол себепті сіздердің назарларыңызға алып келіп отырмын. Бүгін Айнұр роль английского языка в медицине деп тақырып алыпты. Жалпы бізге английскийден 0 пока что білімі аз адамдарға Айнұр өзіңнің кеңестеріңді айтып бастай берсең болады. Тыңдайық. Рахмет, Қуанышбек, таныстырғаныңа. Тағы да бір рет амандасайық. Менің есімім Айнұр. Бұл лекция бізде 2 тілде өтеді, қазақ және де орыс тілінде. В первую очередь хотелось бы немножко рассказать о себе, кто я вообще такая. Давайте немножко возьмем такой официоз. Официально, кто же я такая? Я интерн 6-го курса специальности общая медицина в Казахском национальном медицинском университете имени Санжара Джафаровича Асфендиярова. А также я преподаватель языка с 2018 года. То есть я обучаю ребят уже на протяжении 5-6 лет. И я обучила более 700 студентов разных возрастов, то есть от 5 до 70 лет. Также я преподаю медицинский английский с 2021 года. Яғни медикалық ағылшын тілін мен 2021-ден бастап, яғни карантиннен кейін бастап, сабақ беріп жатырмын. Және де мен профессионалды медициналық переводчик, яғни аудармашы. Осыған дейін стоматологиялық компанияларда, яғни әртүрлі мастер-класстарда, тренингтарда ағылшын тілінен орыс тілінен ағылшын тіліне, қазақ тілінен орыс тіліне, тағы да сол сияқты дегендей аудармалық жұмысты өткіздім. Как я уже говорила, это официальная часть. А теперь вернемся к реальности. Я всего-навсего обычный студент. Я не вундеркинд. Я просто обычный студент, как и вы. Я закончила обычную школу. У меня нет богатых родителей. Я обычный студент, у которого точно такие же ресурсы, как и у всех. У меня такой же интернет, у меня такие же учебники. И, в принципе, почему Қуанышбек пригласил на лекцию, казалось бы, обычного студента? На самом деле, я просто человек, у которого за спиной очень много опыта. И у меня есть, чем я могу поделиться, и как я могу... Моя основная цель, почему я сюда пришла, это не просто рассказать о том, вообще, зачем вам нужен английский, потому что об этом очень много информации, и, в принципе, в интернете вы можете просто погуглить. Нет, я не просто для того, чтобы сказать о том, что учите английский, вам нужен английский. Нет, это не так. Я просто хочу показать то, что обычные студенты, не вундеркинды, не ребята с выросшей золотой ложкой во рту, а обычные қарапайым қазақтың балалары могут добиться вершин. Осы. Енді арғарай жалпы ағылшын тілі маған не берді? Қарапайым қазақтың қызына ағылшын тілі не үшін керек болды? Кішігірім предыстория. Мен осы мектепті толықтай қазақ тілінде бітірдім. Бірінші курсқа осы жалпы медицинаға грантпен түскен кезде мен қазақ тобына түстім. Бірақ өте көп қиындық болды. Себебі менің қазір енді былайша айтқанда Жазира Өмірғалиевна для всех студентов-медиков, особенно казахского отделения, ол медицинаны, әсіресе анатомия, гистология, физиология деген пәндерді қазақ тілінде оқу. Ол азап, былайша айтқанда. Неліктен? Себебі бізде материал жоқ,
яғни бізде мысалы енді өзіміздің Алматының студенттерін алсақ, бізде түрлі мықты профессорлар бар. Яғни мұғалімдер жоқ деп айта алмаймын. Бізде өте мықты профессорлар бар. Бірақ өкінішке орай олардың жұмыстары, олардың еңбектері тек қана орыс тілінде. Ал қазақ тіліндегі аудармасын көрсең шошынасың. Студенттер аударады в основном. В основном студенттер аударады. Мысалы, біз өзімнен өткен жағдай, ол тек қана мысалы бір кітапты алсақ, мысалы бір кішігірім статьяны қазақ тіліне аудару. Оны енді кейбір студенттер шалап аударады, кейбіреулер жай ғана Google переводчикқа сала салады да жүре береді. Ал одан кейін сол кітапты оқиын десең, шынымен де білімді алайын десең, енді ситуация страшная. Сондықтан да мен енді амал іздедім. Не істеуге болады екен? Кейін мысалы сабақтың барысында енді амал жоқ, қазақ тіліндегі ақпаратты сен таба алмайсың. Басқа источниктардан іздейсің. Орыс тілінде, қазақ тілінде, ағылшын тілінде іздейсің барлығын. И байқағаным, сол кезде байқағаным, ол қазірге дегенде ол әр адамға былайша айтқанда ясно. Бұл әрбір ақпарат тек қана медицинада ғана емес, кез келген ғылымда, кез келген в любой отрасли бүкіл ақпарат ең алдымен ағылшын тілінде шығады. Кез келген нәрсе. Яғни международный язык — это английский язык. И егер де сен бүкіл адамзаттың алдында емес енді, кем дегенде өзіңнің айналаның алдында болғың келсе, онда сен ақпаратты ең бірінші болып алу керексің. Ал оның бір амалы бұл ағылшын тілін білу, яғни тіл білу. Осы кезде мен түсінгенім то, что ағылшын тілі бұл бір кілт, яғни сенің болашағыңа бір кішігірім кілттің бірі. Сонда ағылшын тілі маған не берді? Мен бірінші курста ағылшын тілін толықтай меңгеріп алдым. Яғни қазақ тобынан ағылшын тобына ауысып алдым. Біздің университетте халықаралық медицина деген факультет бар. Негізі мамандық бұл жалпы медицина. Мамандығы бір, бірақ та мұғалімдері ағылшын тілінде береді, және де мүмкіндіктер сәл басқаша бар. Сол жайында кішкене айта кетсем. Яғни сол бір жылдың ішінде ағылшын тілін меңгеріп, IELTS деген емтиханды тапсырып, кейін сол ағылшын тобына ауыстым. Енді ол жақтағы конкурентоспособность, яғни ол жақтағы бәсекелестік те мүлде басқаша болды. Себебі бізде біздің осы Қазақстанның студенттері ғана емес, бізде шетелдік студенттер де болды. Шетелдік студенттердің, яғни олардың ой өрісі, олардың ойлау қабілеті бізден сәл болса да ерекшеленеді. Әсіресе мысалы үнді студенттерде. Мысалы көбінесе үнді студенттерді әртүрлі комикалық ситуацияларда көрсетеді, әртүрлі былайша айтқанда стендап, шутка, скетчтарда көрсетеді. Бірақ егерде былай алып қарасақ, өте көп индиялық студенттердің араларында өте көп мықты мамандар бар. Білімді балалар. Өте көп. Олардың себебі ойлау қабілеті басқа, методикасы басқа. Мысалы, біз оқитын анатомияны олар басқаша оқиды. Соны енді это нужно признать. Эти ребята иногда бывают на голову выше, чем мы. И момент, когда ты находишься как раз-таки вот в такой вот конкурентоспособной среде, ты сам развиваешься, хочешь ты этого или нет. И со временем у меня поменялась система изучения. Я также сама начала преподавать английский. В прошлом году, в марте, я получила сертификацию, которая называется Teaching English as Foreign Language, то есть преподавание английского языка как иностранный. То есть я полноценный преподаватель. TEFL деген, сол не? TEFL деген. Вот. И это потом стало таким своего рода небольшим скачком, потому что как раз-таки с момента, как я получила эту сертификацию, у меня была возможность работать с врачами и стоматологами из Хорватии, Дании и Швейцарии. Вот буквально пару дней назад я была переводчиком у компании Neodent, и там был как раз-таки стоматолог из Швейцарии, который приехал специально в Казахстан для того, чтобы обучить наших стоматологов одному из методов имплантологии. То есть, возможно, я и студент общей медицины, но тем не менее это не помешало мне иметь опыт работы с абсолютно другой сферой.
Также я работала... Да? Что? При этом я также ассистировала на операции с хирургом из Хорватии. То есть она также приехала в Казахстан для того, чтобы провести... У нас это был кейс с эхинококозом, это был кейс с Сызганова. И там мне удалось как раз-таки за счет знаний языка побыть на операции, поассистировать с этим хирургом. И это было очень круто, потому что, казалось бы, такая вот вещь, которая эхинококоз, он тоже достаточно так широко распространен в наших клиниках хирургических. Это не такой вот, казалось бы, там кейс очень сложный, но тем не менее это тоже опыт, потому что вы видите именно методику другой страны, другого стандарта, а Европа это все равно совершенно другой стандарт. Окей. Теперь, почему английский язык? То есть, почему он вообще, в принципе, нужен? Да. Яғни не үшін керек вообще? Негізі, неге әрбір жерден қазір ағылшын тілін оқы деп барлығына былайша айтқанда қақылдап жатыр? Оған жауап, яғни ол шынымен де ол тілдің қолданысы өте көп. Яғни ең бағанағыдай айтқандай, ол кез келген ақпаратқа қолжетімділік. Яғни қай тілде болсын, қай уақытта болсын, қай жалпы осы жердің, яғни ғаламшардың қай жерінен болсын, сен сол ақпаратты бірінші болып оқуыңа, танысуыңа болады. Яғни, ол ақпарат аударылады деп айтылады, мысалы. Да, у нас есть переводы, но это будет через полгода, через год, через 2 года. А актуальность этой информации может быть уже не актуальна. Поэтому лучше получать информацию свежей. Яғни, бірден оқи аласың, мүлдем ешқандай ограничение болмайды, одан кейін первоисточниктан оқу бәрібір ол мүлде басқа нәрсе. Мысалы, себебі өзім де сол нәрседен басым кештім. Яғни, бір нәрсені аударған кезде, қанша жерден сен мықты аудармашы болсаң да, бәрібір кейбір ақаулықтар болады. Себебі әрбір тілдің өзінің ерекшелігі бар. Қазақ тілінің ерекшелігі бар, орыс тілінің ерекшелігі бар, ағылшын тілінің де өзінің ерекшелігі өте көп. Сондықтан да тек қана аудармадан оқу, бұл да бір амал. Бірақ та ол енді 100% эффективті болады деп айта алмаймын. Енді екіншіде айта берейін ба? Әрине. Окей. Екінші нәрсе ол, яғни бізде стажировкалар, яғни обмен опытом, зарубежными коллегами стажировки. Дәл қазір, мысалы, енді егерде обучалка деп айтады оны, былайша айтқанда. Яғни жарты жылдық, 1-2 айлық, 2 апталық әртүрлі обучалкалар болады. Бірақ ол обучалкаларға кез келген адамды жібере бермейді. Яғни қазір Қазақстанның өзінде де сол нәрсе бар. Клиникалар өзінің мамандарын жібереді арнайы шетелге сол нәрсені үйренсін, көрсін деп. Ал егерде тілді білмесеңіз, кем дегенде жай ғана, мысалы, элементарно сөйлеп жата алмасаңыз, онда сізді ешкім жібермейді, ешкім сізге ондай мүмкіндікті бермейді де. Яғни ең бірінші кезек сол, мысалы, егерде сіз уже дәрігер болсаңыз, өзіңізге сол әртүрлі, мысалы, коллегаларыңызбен кез келген жерден, яғни өзіңіздің тәжірибемен алмаса аласыз. Ал студенттер үшін ол нәрсе, мысалы, біздің жай ғана ең былайша айтқанда популярный программа обмена деген Erasmus деген бар. Erasmus деген система, ол мысалы Турцияға, Литваға, сол университеттерге студенттермен, яғни алмасуға болады. 1 семестрге, 2 семестрге, немесе кем дегенде 1 айға, мысалы, жаздық практикалар болады. Яғни сол практикалардың өзінде операцияларға кіріп, сол системаны көріп, терапияда жүріп, соның барлығын көріп, біліп, түсініп, және де жасап көруге болады. Бұл үлкен мүмкіндік. Әрбір адамның қолынан келе бермейді. Бұл бір нәрсе. Екінші нәрсе ол, яғни, мысалы, шетелде жұмыс істеп көру. Немесе толықтай шетелде жұмыс істеу. Енді барлығымызға анық.
ол яғни шетелдік медицинаның системасы ол мүлде бөлек. Яғни оның мысалы протоколдары және де әртүрлі элементарный мысалы даже антибиотиктардың қолданылуы мүлде басқа. Ол жақтағы білім де мүлде басқа, требование де басқа. Соответственно, заработная плата. Зарплата бізден 15-20 есе көп. Мен қазір презентацияда сол нәрсе бар. Мысалы қазір кәдімгідей ана сандарды көріп, қарным ашиды. Қарным ашиды кәдімгідей. Қазақтар неге сондай аз ақша алады деген нәрсе. Яғни элементарно, просто спрос это деньги. Мы должны быть реалистами. Деньги сейчас это очень-очень важный ресурс. Это то, что сделает нас, как минимум. Мы говорим то, что не в деньгах счастье, но на самом деле деньги нас делают здоровее. Деньги нас делают обеспеченнее, и мы можем себе позволить какие-то вещи, которые нам просто доставляют радость. Не обязательно иметь какой-то смысл. Если тебе это доставляет радость, почему бы и нет? Казалось бы. Да. И уровень жизни все равно очень влияет на уровень счастья. То есть мы можем как бы существовать, а при этом мы можем жить. Мы можем наслаждаться жизнью. Вот пример Куаншбек. Это человек, который просто взял, поехал отдохнуть. Он поехал жить. И он не выбирает существовать. Он просто кайфует от жизни. И как раз-таки соответствующая заработная плата – это то, что тебя обеспечит. А в Казахстане, по крайней мере, такие реалии, конечно, мы верим в то, что в будущем в Казахстане точно так же будут высокие зарплаты для врачей. Но пока мы это будем ждать, не факт, что это будет в наше время. Может быть, это будет через 30-40 лет. Может быть, мы уже к этому времени не будем по этой земле ходить, кто его знает. Конечно. Поэтому зачем ждать, когда мы можем просто поехать, заработать деньги и кайфовать? То есть, соответственно, работа за рубежом – это один из плюсов знания. То есть, получается, это то, что как раз-таки является одним из больших катализаторов для людей, которые хотят изучать английский язык. Следующее – это у нас networking. То есть это связи. И это не связи по типу ага, куке, баке, сяке. Нет, это не такие связи. Мысалы, условно, вы сейчас меня увидели, у нас с вами нетворкинг. В дальнейшем вы просто можете ко мне обратиться с помощью по типу, как правильно, какие-то советы, которые я могу вам дать. Например, вот именно в плане изучения английского языка. И в дальнейшем, например, у вас нетворкинг с Куаншбеком. Вы знаете какие-то вещи, по типу, он вам дает кучу классных советов именно в плане медицины. И плюс это человек, который развивает медицину на казахском языке. То есть это человек, который дает кучу плюсов для ребят, которые знают только казахский язык. То есть это могут быть прекрасные специалисты, но, к сожалению, у них проблемы с языком. И на самом деле это очень нечестно по отношению к таким ребятам. То есть, казалось бы, мысалы жарқырап тұрған көзден енді қалмайды егер де мысалы қазақ тілінде ақпаратты көре алмаса. Сондықтан да ол да бір нетворкинг. Ал тілді білген сайын, мысалы элементарно сол шетелдік дәрігерлермен таныса аласыз. Немесе әртүрлі мықты осы ағылшын тілді білген неліктен престиж деп айтады. Себебі қазір ағылшын тілін білген адам, ол жұмыс істей алатын адам. Ол яғни ары қарай сол тілді өзінің бір инструментіне айналдыратын адам. Яғни ары қарай тура сол сияқты өзінен де 2 есе, 3 есе жоғары деңгейде деп айта алмаймын енді, бірақ та өзінен ойдың өрісі намного жоғары адамды көре аласың, таныса аласың, ол адамнан үйрене аласың. Бұл енді нетворкинг деген осы 21 ғасырда өте маңызды нәрсе деп ойлаймын. Енді келесі нәрсе бұл ағылшын тілі это стандарт времени. Яғни дәл қазір ағылшын тілді білмеу, былайша айтқанда егер сен білмесең, сен төмен түсіп күте аласың деп айта алмаймын. Сенің кемшілігің болмайды. Енді сен ешкімнен былай кем емессің. Яғни сенің бір жерің түсіп қалып, немесе істемей қалып, ондай нәрсе болмайды. Бірақ сен бір жерде тұра бересің. Ты застреваешь на одном месте. Мысалы, Қуанышбек, сен өзің білесің ғой, мысалы, өзіңде сол нәрседен өттің, егер де бір нәрсеге сұра берсең, егер де өз-өзіңді былай, егер де бір нәрсені, жаңа нәрсені үйренбесең, сен сол тұрған деңгейде, тұрған жеріңде тұра бересің. Ешқандай сдвиг болмайды. Регресс те болмайды, прогресс те болмайды. Өзіңе көңілің тола бергенде жаман да, мысалы. Көңіл тола
2 жыл бұрын да красавчик болдым, қазір да емес, кішкене көңілім толмай жүрсе де жақсы, ағылшыншаны білмеймін мен әлі дегендей. Ол алдыға драйв сыйлайды, иә, дұрыс айтасыз. Иә. Мысалы, дәл қазір, мысалы, шамамен 10 жылдан кейін ағылшын тілін білмеу, бұл енді, мысалы, қазір өте көп адамдардың арасында енді орыс тілін айтып бүйтіп әйтеуір біледі. Кем дегенде әйтеуір бір-бірін түсіне алады адамдар. Яғни былай мүлдем дым білмес емес, яғни кем дегенде элементарный нәрселерді айтып бере алады. Сол 10 жылдан кейін ағылшын тілінің деңгейі Қазақстанда орыс тілінің деңгейімен болады. Яғни сен егер хотя бы базасын білмесең, уже болды. Тяжко будет деген әңгіме болады. Сондықтан да, мысалы, егерде қазір даже ағылшын тілін білу бұл аз деп айта аламын. Себебі, мысалы, егерде, өте көп жағдай болды. Мысалы, егерде ағылшын тілін білесің, ал тағы да қандай тілді білесің? Тағы қандай, яғни, чем ты еще можешь меня удивить деген әңгіме ғой. Қазір уже ағылшын тілін емес қой, Айнұр, иә? Типа, нормальный нәрсе ол, типа. Да. Бәрі білу керек. То есть это как вот, ну, как для врача, это ты не можешь сказать, я знаю анатомию, и что дейт саған, мысалы. Әр адам білу керек. Вот, и как бы сондай деңгейге жететін уақыт болып қалды деп ойлаймын Қазақстанның өзінде де. Сондықтан да болашақта мүмкін 4 тіл, 5 тіл, уже біраз адамдар, мысалы, неміс тілін оқи бастап жатыр, қытай тілін оқи бастап жатыр. Мен өзім жапон тілін оқып бастағам, бірнеше жыл бұрын деп айтайын. Кішігірім, енді менің бір қателігім болатын, яғни қазір осы факт не үшін бастадым сол әңгімені жалпы. Мен 5 жыл бұрын жапон тілін өз бетімше оқуды бастадым. Бірақ мен оны қалай оқыдым? Көбінің ошибкасы сол. Жалпы тілді жаңада оқыған кезде олар қалай оқиды? Бір апта күштілеп оқып отырады, грамматикасын оқиды, алфавитін оқиды, одан кейін тағысы, бір видеолар тыңдайды, одан кейін 1 жылға забросить. Қалады, қалады болды. Сосын оқимын, уақытым жоқ, тағы сол сияқты отговоркадан отговорка шыға береді. Өстіп жыл сайын, немесе жарты жыл сайын. И в оконцовке, мысалы, мен жалпы тілді меңгеру үшін 1 жылдан көп уақыт қажет емес. Яғни, хотя бы мынандай базовый деңгейде тілді меңгеру үшін өте көп уақыт қажет емес, 1 жыл былай жетеді. Сондықтан да, мысалы, я бы уже давным-давно выучила японский. Бірақ менде бір нәрсе болған жоқ. Бұл жақтылық. Мен как попало оқи беретін. Мен, мысалы, бір аптаның ішінде 200 иероглифті жаттаймын, мынанша сөз жаттаймын, мынанша фраза жаттаймын, тағы сол сияқты. Қазір в оконцовке мен 5 жылдан кейін ары кетсе начальный деңгейде шығармын. Бірнеше сөз білем, бірнеше иероглиф білем, какой-то білім қалып қалды, бірақ мен оны қолдана алмаймын активно. Себебі менде тұрақтылық болған жоқ. Сол нәрсе жалпы кез келген тілге келеді, кез келген нәрсеге. Сондықтан да ары қарай келесі слайд көрсетсең. Жоқ, бұдан ары қарай қазір айтамын. Учить английский сложно дегенді көрсете аласың ба, пожалуйста? Осы. Яғни, мынандай нәрсе, мысалы, Қуанышбек саған да бұл сұрақ. Ағылшын, яғни тілді жалпы оқу қиын ба? Сен, мысалы, өз бетіңше оқып жатсың, ешқандай репетиторсыз, мұғалімсіз өзің оқып жатсың. Қиын ба? Мынандай ғой, басында қиын, ештеңе білмейсің ғой. Короче, мынандай ғой, оқисың, 1 апта оқисың, нәтиже жоқ, по-любому чайниксіне ештеңе түсінбейсің. Сосын желание қайтып қалады. И қайтадан тағы да тұрақтылықпен үзбей, мен өзім 1 жыл бойы, 1,5 жыл бойы сөз жаттадым да, тек қана тұрақтылықпен сөз жаттадым. Петровтың сабақтарын. Кеше, мысалы, шетелге барған кезде айтты маған, you have broken English. Типа, английский сөйлейсің, бірақ андай сынған ағылшын тіл деді да. Бұлай, негізі шындап кірсең, егер мысалы мынандай не қойса, ағылшынды білмесең, отчисление қыламыз десе, универде мен ойымша бәрі үйренеді жаңағы студенттердің. А так былай өзіне салсаң, мен ойымша қиын деп жүре беретін сияқтысың. Бірақ қатты, мен ойымша қатты қиын емес, разбираться етуге болады. Мен мынандай нәрсе айтайын, өзімнен басымнан өткен нәрсе, яғни 1-ші курста айтқандай, бағанадай, мен қазақ тобында оқыдым.
Бізде, яғни, соответственно, қазақ тобында оқысаң, енді там, яғни сен орыс тілін оқисың, ағылшын тілін оқисың. Соответственно, орыс тілінде оқысаң, там қазақ тілін оқисың, ағылшын тілін оқисың. Мен енді қазір жаман немесе там жақсы деп айта алмаймын. Мен ешқандай кафедраға келтіргім келмейді. Бірақ та өзімнің басымнан өткен нәрсе. Менің мұғалімім сол кездегі заведующий кафедры. Ағылшын тілін білмейді. Мүлде. Ол неміс тілін білетін кісі. Неміс тілі енді базар жоқ. Неміс тілінден кейін енді Бірақ я не знаю, какая там была логика, типа немецкий, английский, они же родные языки, пойдет деп қоя салатын шығар. Енді біз қалай оқыдық? Енді ағылшын тілін кем дегенде там хотя бы анатомиясын, хотя бы основасын білу керексің ғой. И мысалы элементарно желудок деген сөзді стомак. Соны сол кісі, во-первых, негізі ағылшын тілде мынандай не бар правило, яғни егерде CH деген әріп тұрса, оның қосындысы ч деген дыбысты береді. И оны мысалы көп балалар стомач деп оқи береді, потому что енді кейбір мысалы білмейтін, арамыздағы білмейтін балалар болды, яғни произношениесін. Оларға енді ешқандай там ойбай білмейсің, ха-ха-ха деген нәрсе емес. Просто білмейді, оған үйрету керек. Енді сол мұғалімдер үйрету керек қой деген сұрақ туындайды. Енді сондай оймен сен сабаққа келесің. Бірақ енді ана стомач деп оқи береді да, оны түсінесің, что-то не то, негізі стомак қой произношениесі. Мұғалім де демейді. Ой, ойлайсың, мұнда не істеп жүрсің сонда? Мәселе мынада. Ал енді бағанағы учить английский сложно деген сұраққа оралсақ. Негізі қиын емес. Неге қиын деп ойлады? Мысалы, осы нәрсеге бір кішігірім опрос деп жасайықшы. Достар, егерде қарсы болмасаңыздар, қазір осы чатты шатаспасам комментарий жазуға болады. Сол комментарийлардың ішіне егерде сіздердің ойларыңызша ағылшын тілін неліктен оқуға қиын деген нәрсеге жауап берсеңіз. Почему вы думаете? Да. Чат мына жерден жазасыз, достар. Чат осында бола ма еще? Кішігірім интерактив болсын. Я хочу узнать ваше мнение. Как вы думаете, почему учить английский сложно? Кто нам это вбил в голову? Давайте лучше битикті қолын көтерсін. Кім айта алады, соған дауыс берейік, сөйлесін, да? Все, как интерактивті. Давайте, достар, смело өзіміз, ешкім не қылмайды, қол көтереді. Кім қол көтеріп, Айнұрдың сұрақтарына жауап бере алады. Өздеріңізге плюс, достар, бұл ше. Давайте, қысылмай. Мне вот очень интересно вас послушать. Просто давайте вот разберемся, кто нам вбил в голову вот этот вот стереотип. Почему мы думаем, что английский учить сложно? Давайте, мен өзім айтайыншы, Сұлтан Қылышбаев айтсыншы. Сұлтан, микрофоныңызды қостым, давайте, сізге сұрақ. Не үшін ағылшын тілін осы кезге дейін үйренбей жүрсіз? Қандай қиыншылықтар бар? Сұлтан? Поднимай руку. Давайте, Сымбат сөйлесін. Сымбат, хорошо. Сымбат, давайте, айта қойыңыз. Сымбат Төреәділ. Барлығына сәлем. Менде мынандай болды, мен ағылшын тілін оқып бастадым мектеп кезінде. Қазір 2-ші курс оқимын Асфендиярда осы. Мектеп кезінде бізге андай үйреткен кезінде былай үйрететін тұғын. Кітаптан, ескі баяғы кітаптардан беретін еді ғой, барлығымыз бір заманда өмір сүрдік қой. Ескі бір вообще ешкім оқымайтын бір кітаптар береді, бұл жақта вообще интересный емес етін. Бізге мұғалімдер де сабақты, мұғалімдердің өздері даже ағылшынша сөйлемейтін тұғын бізде. Просто қазақша түсіндіреді, бір нәрсені түсіндіруге тырысады. Андай бізге present simple, past simple, perfect деген сияқты бір нәрселерді үйретті да, бірақ оларды өздері толық былай түсініп не қылмағандықтан бізге де солай толық жеткізе алмады деп ойлаймын да. Мен ағылшын тілінде қазір жетіп меңгермейтін, мен де интермедиат нормальный деңгейде қазір дамытып жатырмын, но баяғыда сол нені сол мектеп кезінде бізге мұғалімдер сондай қиын қылып түсіндіргендіктен мектеп кезінен бастап менде сондай травмада, мен оны үйрене алмайтын сияқтымын да.
и сол себептен де мен сол мектеп кезінен бастап қалып кеткен травмадан мен әлі дұрыстап үйрене алмай кетемін. Қазір более подкасттар тыңдап, әртүрлі нәрселер тыңдап, қазір сол шекараны бұзып жатырмық та, ал оған дейін мынандай шекара тұрды. Біз мысалға 11-ші классқа дейін 5 жыл оқыдық па? 5 жыл ағылшын тілін оқыдық. 5 жылдың ішінде біз 5 жыл оқығанның өзінде біз ағылшын тілін меңгермей шықтық та. Сол себептен де мен ойладым, типа ол 5 жылда оқығанда меңгермеген нәрсені мен 1 жылда қалай меңгеремін деген сияқты. Қазір сол бастаған кезімде сондай чувство болды. Қазірдің өзінде тұрақты түрде оқып жатырмын деп айта алмаймын. Арасында андай өзім совесть не оқып жүрген кезде жұрттар ағылшыншаны күшті нелер айтатқан информациялар айтатқан кезде, сондай тренингтер көрген кезімде ағылшыншаны түсінбейтінім қатты не алады да, сосын кейін барып қазір жайлап үйреніп жатырмын. Сол мектептің кезіндегі травманың кесірінен, наверное, бізде ағылшын тілін үйрену қиын болып жатыр. Рахмет Сымбат. Ойыңызбен бөліскеніңе рахмет. Давайте тағы да олар сөйлесін. Кеш жарық, саламатсыздар ма, қалайсыздар? Мен сіздің есіңізді естіпей қалдым. Айнұр. Иә. Айнұр, саламатсыз, кеш жарық. Бүгінгі подкаст маған осы жерге дейін керемет болды негізі. Біраз блогтар жасап осы жерге дейін. Мен өзім таныстыра кетейін, есімім Берікболат, Марат Осман атындағы университетте оқимын, 3-ші курс қазір. Мен жалпы туристический зонада тұрдым. Менің ауылым кәдімгідей американецтер келетін, туристер келетін зона еді. Сол кезде бізде мектепте сондай требование қойды, 5-6 класста сондай. Сіздер ағылшынша білуіңіз керек, сіздер келген туристермен сөйлесуіңіз керек деді да. И сол кезде кішкене үйрендік. И одан кейін дайындалып жүрдік, базовый бөлімді алып жүрдік. И сол кезде уже класстың баласымен төбелес болды, потрат болды, сонымен қалып қойды барлығы. Сол кездегі білім бар кішкене. Сол кезде кішігірім білім бар, сонымен қалып қойды да уже. Мен одан кейін қазір енді менде қатты қажеттілік болмағандықтан ба, артына бірдеңе тіреп тұрмаса біз істемейміз ғой, адам баласы. Содан кейін ба, может, менде бір қажеттілік болмағасын үйренбейтін сияқтымын. Уже қазір бүгінгі сіздің жаңа айттыңыз ғой, ағылшын тілі не үшін қажет деген сұрақтың жауабы менде алдын жоқ еді. Но қазірге дейінгі эфирдің несі уже маған сол сұраққа жауап беріп жатады. Уже триггер бар енді. Сұрақта енді кішігірім триггер болғанына бір жағынан қуанып жатырмын. Бірақ та триггер обязательно болу керек. Қиын емес сияқты, по идее. Мен өзім баста бір оқытқан кезде маған қатты қиын болмаған. Бұйырса осы подкасттан кейін уже жақсылап көрсететін сияқтымыз. Қазір мен былай қылдым, тиктокты жақсы жері, тиктоктың ше алгоритмді андай керек емес не интересный алып, андай ағылшын тілін үйрететін видеоларына лайк басын етсең, уже саған көбірек шығап береді екен. Мен қазір сол лайфхакты қолданып жүрмін. Кішкене болсын, тикток пайда болсын деп, сондай лайфхак. Даже соңғы күндер. Менің бір презентациям бір-біріңе спойлер жасап қойдыңыз ғой. Жалпы солай ғой. Иә. Рахмет. Керемет. Рахмет көп ойыңызға. Негізі иә, өте күшті совет негізі сол нәрсе. Шынымен де, как раз таки ағылшын тілін не үшін оны қиын деп айтуға болмайды. Себебі, мысалы, біз оны қиын деп берсеңіз, мысалы, мынандай қазақтың бір мақал мәселе деп айта алмаймын енді, бірақ та мысалы жынды дей берсең, шынымен де адамға жынды дей берсең, шынымен де жынды болып кетеді деп айтады ғой. Сол нәрседе мысалы бір нәрсені қиын дей берсек, ол бізге қиын болып қала береді. Ол мына жақтағы ғана былайша айтқанда кедергі. Иә, бұл блок. Иә, бұл жай ғана блок. Тағы да бір адамды әлде арғайын. Тағы бағана кім айтып еді? Так. Диана, давайте. Диана қол көтеріп еді. Диана, давайте. Айтсаңыз. Саламатсыздар ма? Есімім Диана. Привет, Диана. Так, естіліп тұр ма? Иә. Ағылшын тілін үйрену негізі қиын емес, бұл негізі әлемдегі ең оңай үйренетін тілдердің бірі емес пе? Маған өзі қиын болғаны, бұл собеседник жоқ. То есть, сен өзімен өзің отырасың, оқисың, дальше все дела. Общение керек қой, любой тілде общение болу керек. Вот мен өзім бұрыннан бері ағылшын басын бастаймын, скучно болып кетеді, бастайсың, солай. Бірақ та соның арқасында өзің бірдеңке информация қарағаннан инстаграмда бір английский бірдеңкелер шығып қалады ғой. Хотя это понимаешь, суть понимаешь, но арғылы общительный разговор, онда ештеңе жоқ. Вот самая проблема біздің Қазақстанда деп ойлаймын, бұл собеседник табу. То есть сенімен бірге сөйлесетін, әңгімелесетін. Даже медицинада оқысаң да, менің группаластарым ішінде, если честно, бәрі қазақша сөйлейді.
орысша сөйлейтін өте аз, екі-ақ адам шығар. Қалған бәрі қазақша сөйлейді, енді ағылшынша сөйлейді деп таппайсың ғой, собеседник жоқ бір жағынан. Бағана айтып жатқандай тоже қиындық болған бізде. Бір сабақта информацияның бәрін ағылшын тілінде іздеңдер деп айтты да. Самое странное, біз даже сайт білмейміз ғой, ағылшын сайттар білмейміз. Қаяқтан іздеу керек, қандай информация айтады да бізге. Әлемдегі қазір болыватқан новостилар тауып келіңдер дейді. Гуглдан іздейсің, там орыстардың 2012-2013 жылғы жасаған статистикалар шығады. Вот ағылшын тілінен табу, если честно, маған даже сайттарынан қиын болды. И сол сабақта тәке оқымадық, тапсырған жоқпыз апайға. Сөйтіп қалып кетті. Сосын апай бізбен бірге айтты, сендермен оқу қызық емес екен, индустарға сабақ берген жақсы деп айтты да. И обидно, бір жағынан обидно, иә. Айтты, индустар сендерден қарағанда жақсы оқиды, біздің қазақтың балалар анау-мынау деген сияқты әңгіме айтты. Вот, мен ойлаймын, собеседник керек бізге, қанша жерден оқып үйреніп жатсам да, собеседник болмаса, как бы қуанышты даму орталығы деген сияқты. Бір орталық болмаса сөйлесетін. Бізге нафиг керек бір жағынан қарасам, былай сөйлесіп отырғандарымыз. Ағылшын жай білесің, кім үшін білесің. Бізде даже поликлиника бір жаққа барсаң, ағылшын тілімен сөйлесіп отырмайды ғой, бәрі қазақтар. Иә. Сіз айтқан бізге ағылшын тілі, менің ойымша, шетелге шығу үшін, бірдеңке оқу үшін, білу үшін, сайттар қарау үшін, информация іздеу үшін, сол үшін керек болды бізге. Окей, хорошо. Көп рахмет ойыңызға. Дұрыс айтады. Мынандай ғой, кім Қазақстанда ғана жұмыс істеймін, жаңа Айнұр зарплаталарды келтіреді, 110 мың теңге аламын, шетелге шықпаймын вообще десеңіздер, достар, керек емес негізі. Шынымен Айнұр, үйренудің керегі жоқ, тек ауылдық жерде қазақша врач боламын десеңіздер, вообще керек емес английский. Мен Қуанышпен даму қоғамына колхозниктарды жинамадым ғой, достар, білесіздер, дамиыншы деген адамдарды жинадым. Сіздерді қалаймын, чтобы сіздер бір жерге болашақта жетсеңіздер, мысалы америкалық деңгей, европалық деңгей қолданыңыздан келеді осындай. Диана айтып жатыр, собеседник жоқ деп. Іздесе, менің ойымша спикинг клубтар көп. Мен алдында бір-екеуін тапқам. Тауып аласың өзің деңгейіңе. Pre-intermediate-ке тауып аласың, beginner-ге тауып аласың, advanced болсаң да оған да тауып алуға болады. Самое главное, қазір біз нүкте қоюымыз керек бүкіл кедергіге. Сосын қазір челлендж өзім айтам, барлықтарыңызға қызық болады деген ойдамын. Айнұра, осы бола ма или жалғастырасың, қайтадан керек па? Нет, думаю, дальше продолжим, Аргарай. Да, дальше. Окей, пока презентация настраивается, давайте немножко расскажу. Вот негізі, мысалы, Қуаныш дұрыс айтады, егер де, мысалы, сіздің ойыңыз болмаса, мысалы, жоқ, мен Аргарай барамын, осындай менің бір целім бар, менің мақсатым бар, сондай, соған жетемін деген ойыңыз болмаса, онда сізге ол нәрсе керек емес. Ол жаман нәрсе емес. Если вы не хотите, то это окей. Это ваша зона комфорта. Да. Это не значит то, что вы там, мы все должны быть достигаторами, мы все должны достигать там целей каких-то высоких. Нет. Это те, кому это надо. Если вам это не надо, если вам так некомфортно, тогда окей. Это ваша жизнь, вы можете работать, как вы хотите. Если вам так комфортно, если вам так в кайф, если вы хотите так жить, флаг вам в руки. Это ваша жизнь. Мы никто, чтобы вам навязывать такое, чтобы учи английский, становись там, я не знаю, первоклассным медиком. Нет. Таңдау просто выбор. Да, это выбор, да. Бұл жай ғана таңдау. Егер де сіз сол нәрсені, егер сіз дамытқыңыз келсе, егер де үлес қосқыңыз келсе, егер де жоқ, мен болашақта менің балаларымның деңгейі мүлде басқа болсын, менің деңгейім басқа болсын десеңіз, онда сіз дұрыс орында отырсыз. Сіз дұрыс уақытта, дұрыс адамдармен отырсыздар. Мысалы, дәл қазір осында қанша 42 адам бар. Мысалы, Қуанышпен мен алып тастағанда 40 адам бар. Сол 40 адамдардың, мысалы, қаншама уже связь бар, қаншама нетворкинг бар. Сіз бір-бірімен араласа аласыздар. Одан кейін бір проблема бұл бізде как раз таки вот, мысалы, study buddy жоқ, яғни собеседник жоқ деген нәрсе. Камон, ребята, мы в 21 веке. У нас есть куча соцсетей. Нам не обязательно вживую видеться. Правильно? Если вам комфортно, да. Вы можете найти себе человека с любой точки мира. Вы можете найти себе абсолютно любого собеседника. И при этом в мире много людей, которые хотят обучиться английскому. Хорошо, не мир. Возьмем Казахстан. Просто найдите там Инстаграм, Твиттер, Фейсбук. У нас куча выходов. Даже тот же самый ТикТок. У нас куча выходов. Просто напишите: «Hey, привет, я хочу научиться английскому, и мне нужен собеседник. Ты хочешь попробовать?» Получится? Да, вы нашли собеседника. Нет? Ну окей, хорошо. Еще, я не знаю,
Нас 20 миллионов человек в Казахстане. Камон, неужели нельзя себе найти собеседника? Ребят, давайте будем реалисты. Алып аламыз спокойно. Мен білуімше, мен бұрын сайттарда отыратын едім. Но, конечно, ол сайттар көбі неге? Флиртовать етуге, қыздармен танысуға әлемнің. Но, в целом ондай сайттар бар. Бесплатно кіресің, шетелдің адамдарымен сөйлесуге болады. Спокойно. Ұятсыздарға қой. Иә. Мен бұрын қалай істейтін, енді ғана ағылшын тілін оқыған кезде, мен чат-рулеткаға кіретін. Чат-рулетка деген, извините меня, вообще, по идее, рассадник извращенцев, бірақ араларында нормальный адамдар бар. Да, нормальный адамдар бар. Спокойно сөйлесесің, hey, how are you? I'm fine, thank you. Там элементарный, самые базовые нәрселерді сөйлесең, нормально уже. И люди там такие же, мысалы, просто танысуға, кішкене шет-шеттен адамды көруге, ары қарай кім біледі, мысалы, постоянно сөйлесе беретін шығарсың. Сол бағанағы өзіңе стади-бади тауып алып, өзіңе собеседник тауып алып. Осы. А теперь давайте перейдем к деньгам. Реальность. Да, реальность. Реальность и деньги, которые нам крайне необходимы, как бы мы это ни говорили. Айнұра, хорошо, осы слайд. Окей. Енді жалпы Қазақстанда осы сіз көріп тұрған слайдта бұл орта есеппен алынған жалақы. Яғни ең алдымен мысалы біздің көбінесе егер шатаспасам, бұнда отырған балалардың көбісі ВОП қой, иә, болашақ? Ой, иә, бәрі ВОП қой, почти. Көбісі ВОП болғаннан кейін, да, может быть, но в основном, мысалы, біздің, как бы мы не хотели, 7 жылдан кейін, 6 жылдан кейін біз по-любому мамандықты жалпы практикалық, яғни жалпы, как это правильно переводить, очень уверенным, жалпы практикалық дәрігер деген мамандықты аламыз біз. Иә, жалпы тәжірибе. Иә, да, жалпы тәжірибе дәрігері. Соның енді жалақысы орта есеппен 117 мың теңге. Яғни, мысалы, біз енді ғана шығамыз, жаңа дәрігер болып клиникаға барамыз, алатын жалақымыз даже $500 жетпейді. Даже $500 жетпейді. Да. Ал и то после повышения деп айтады, бірақ та ол повышение деген ол қашан болады. Оның тәжірибені өсу керек. Мысалы, бізде без опыта не берем, анау деген әңгіме бар ғой. Ал енді опытты жинау үшін енді жинуын істеу керек қой. И хорошо, сен ол опытты жинайсың. Одан кейін алатын повышениен 152 мың теңге. Мысалы, бізде прожиточный минимум там 40 қанша 20 мың теңге деп айтады, бірақ енді прожиточный минимум, камон, біз Алматыда тұрамыз. Алматыда 120 мың теңге ол енді, мысалы, біз өзімізді деп айтайық, бір балаға, бір ер адамға 120 мың теңге, мысалы, хатасы бар, тамағы бар, там баратын дәрігері бар өзіне, яғни ОСМС не всегда покрывает то, что нам нужно, мысалы, кей кезде ашық айтайық, ОСМС не всегда помогает нам. Одан кейін там, мысалы, гулянкасы бар, енді тек қана жұмыс істеп, үйіне барып деген әңгіме болмайды ғой. Демалу керек, өзіне киім алу керек. Элементарно, мысалы, қызмен бір жаққа бару керек, қызын бір жаққа бару керек. Или, мысалы, баласына бірдеңе алу керек, мысалы, егер де семьясы болса. Енді 3 адамға 152 мың теңге ол смешно же. Даже если, окей, мысалы, даже если, окей, үйі болса, үйлері болса, үйі бар дейді. Несі жоқ, арендасы жоқ, бірақ квартплатасы бар. Квартплата кем дегенде 30 мың теңге. Уже 5-тен 1 бөлігі жоқ зарплатаның. Это не прикольно. Мысалы, акушер, гинеколог, педиатр 106 мың теңге алады. 106 мың 164 теңге до июля деп тұр. Бұл жаңа ақпарат, 23 жылға ақпарат. Максимум алатын 138 мың теңге, опять-таки. Мысалы, врачи неотложной помощи, скорой помощьтың дәрігерлері, анестезиолог, реаниматолог 109 мың теңге, 141 мың теңге. А врач неотложки деген қазір бізде страшный график, мысалы, біраз адамдар 2-де 1-мен жұмыс жасайды, суткамен жасай береді. Страшный график. Ол даже, мысалы, дәрігерлердің өзіне это очень страшный и тяжелый график. Это, смешная зарплата на такую нагрузку. Психиатры, онкологи, гематологи, фтизиатры, барлығы ары кетсе 100 мың теңге алады. Зарплата неутешающая. Мы говорим о том, что біздің жалақымызды көтереді, біздің жағдайымызды көтереді, бірақ қашан? Ол нәрсе қашан болады? Оны күте береміз бе? Мысалы, қазір особенно карантиннен кейін біраз балалар, карантиннен кейін, особенно өзіміздің медик балалар, олар көбісі мобилографияны оқып алды.
SMM, мобилография, таргетология, тағы сол сияқты, потому что ол реально ақша әкелетін нәрсе. И как бы енді қазір сен пока сол, жарайды сен қазір 7 жылдан кейін университетті бітіресің. Адан кейін алатын жалақың міне 117 мың теңге, 112 мың теңге. Сен сол ақшаны, мысалы, таргетологиямен бір аптаның ішінде смело жасап алуға болады. Смело, иә. Смело, иә. Сонда саған нафиг керек деген нәрсе ғой бұл нәрсе. Зачем тебе вот столько париться, зачем тебе столько работать? Да, у нас, да, мысалы бізде қазір осы отырған адамдардың көбісінде барлығында практически ол мечта, ішіндегі қалау, дәрігер болу, адам емдеу, тағы сол сияқты. Біз енді жарайды, ол қалау бізді енді не накормит же. Сен тек қана қалаумен жүре берсең, ары қарай жарайды сен жүресің. Ары қарай егерде сен семьяны құрсаң, сенің балаларың бар, сенің әке-шешең бар. Мысалы, қыз бала окей, қыз балаға крайний вариант, бірақ енді ол мен не рекомендую ни в коем случае. Это не означает то, что девушки тоже там можно себя снять там ответственность. Қыздар ашығын айтайық, смело могут там просто выйти замуж и сесть на шею мужу. За богатого. Да, за богатого. Не за медика, где-то. Да, но опять-таки, қыздар, я феминистка, поэтому на меня не этовайте. Я не говорю о том, что мы не должны не работать, там развиваться. Нет, ни в коем случае. Девушки тоже должны зарабатывать. И для девушек это тоже не очень прикольная цифра. Конечно. Вообще не прикольная. Да. Поэтому к чему мы можем стремиться? До чего мы можем дойти? Давай посмотрим теперь зарплату в США. Это годовой оклад. Мысалы, вот возьмем терапевт, physician. То есть у них тоже терапевт, у них тоже есть GP, у них тоже есть general practitioner. То есть это у нас врач общей практики. Олардың жалақысы, внимание, в долларах США. 110 мың теңге. 110 мың доллар, sorry. Айна? Айна шамамен 9 мың доллар примерно. Я 4 миллион теңге. Бізде 9 мың долларға машина алуға болады. То есть сонда, мына жақта біз, вот сравните, мысалы, біз, общая практика, 500 долларға да жетпей ақшаны аламыз. Там даже 500 баксов нет. 500 доллар деген ол қазір 240 сондай примерно. 240 теңге. Айнора, 500% үлкен. 500% үлкен шетелде. Вот. И это просто терапевт. Мысалы, егерде ары қарай нені алсақ, вот, посмотрим. Даже медсестра 25 мың доллар жылына алады. Медсестра, не врач. И, мысалы, сколько у нее получается? Это примерно 10 мың доллар. На 2 миллион. Уже, то есть, прикиньте, медсестра в США получает во сколько? В 10 раз больше, чем врач в Казахстане. Да. При том, что это врач с опытом. Это не безопытный, это врач с опытом столько получает. Ну, вообще, как по мне, очень-очень печальная картина в Казахстане и очень прекрасная картина в США. Европа США-дан үлкен, мен қосып кетейінші, Айнұр. Европа США-дан көп береді, Евромен Туркия көп береді, и Израиль, сосын Корея, Южный Корея. Примерно осындай 5 миллион. Короче, менде таныс болды, Швейцарияда кеткен жігіт, Қазақстанның 120 мың алып жүрген. Қазір о жақта ол врач, Швейцария ауылында, прикинь, 15 мың евро алады, айына 15 мың евро деген ол 7,5 миллион теңге біздің ақшамен. Ол кім ол терапевт болып жұмыс істей ме? Ол детский неонатолог па сондай, детский неонатолог. Швейцария ең қымбат Европа. Сол баланың историясын айтып кетсек болады. Не кедергі болған, прикинь, машина алғысы келіп тұрған, машина алмай, өзіне құйған, короче. Ана Германияға барып обучениеде өткен, келіп английский мен германскийді оқыған, екі тілді, и все, видишь, теперь айына 7,5 миллион теңге. Он смело может за месяц эту машину купить. За 2 месяца он может машину с салона купить просто. Да, за год просто может себя делать спокойно. Да, без проблем вообще. Да. Ну и как бы, ребят, мотайте на ус. Это огромная возможность. Так, ребят, я извиняюсь немножко, то, что презентация корявая. Я ее когда делала, я делала ее в программе не в PowerPoint, а в другой, поэтому она немножко корявая. Поэтому я буду проговаривать вслух. Окей. Здесь смотрите, бағанағы біз көрген бұл жалпы әртүрлі мамандықтағы дәрігерлердің именно США-дағы алатын жалақылары. Қазір, мысалы, именно терапевт. Тек қана терапевт. Мысалы, вот Австралия айына 22,5 мың доллар. 10 миллион теңге. 10 миллион теңге. Айына.
мысалы окей хорошо налог анау мынау бар тағы сол сияқты дейік оның өзінде мысалы жарайды $4,000 алып таста примерно грубо говоря айтқанда оның өзінде уже $18 мың бар ну айына то есть представьте себе это какие деньги это только потому что да кешір Айнұр Австралияда қымбатшылық емес Қазақстанмен плюс-минус как я знаю да давай ну вот смотрите вот даже самую такую пониже зарплату возьмем в Европе $7,500 в месяц это в Британии то есть вот да вы можете видеть мне мысалы мына жақта қанша $8,5 мың $9 мың $10 мың мысалы Сингапурда $11 мың бұл жай ғана терапевт бұл жай ғана ВОП ал енді хирург қанша алады мысалы ары қарай тағы да невропатолог қанша алады анестезиолог қанша алады яғни ол 2-3 есе көп болуы мүмкін мысалы пластическая хирургия деген енді самая такая считай профессия где ты грубо говоря бабки рубишь постоянно это такая профессия да и если в США просто терапевт получает $17,000 в месяц то представь себе, что может делать пластический хирург. В Корее, где это очень развито, самая такой вот там топ-1 пластическая хирургия. В Китае очень такая нормальная медицина, но Китай не так часто рассматривают, потому что у них очень строгая политика, потому что не все допускают иностранцев к практике в Китае. Поэтому вот так вот. Да, в Европе с этим в этом плане чуть полегче. А теперь как вообще можно добиться? Хорошо, окей, мы там провизуализировали, мы поняли то, что мы хотим хорошо зарабатывать, мы поняли то, что мы хотим в Европу, в США. А теперь вопрос, как туда попасть? Это у нас медицинские экзамены, международный экзамен для врачей. То есть ни для кого не секрет, яғни мысалы біздің дипломмен сен ого США-ға барам бұл жұмыс істеймін деген нәрсе әңгімені даже айта алмайсың. Потому что ол жақтағы білімнің деңгейі, яғни ол жақтағы nurse, яғни ол жақтағы медсестра. И біздің ВОП бір деңгей. Білімнің деңгейі бірдей. Вот просто представьте себе. Бірақ енді шыны керек, ол жақтағы система да басқа. Мысалы оларда былай оқиды. Негізі ол система қазіргі Назарбаев университетінде оқитын балалармен медицинская школа сол жақпен очень схожая. Яғни 5 жыл олар нерсингте оқиды. 5 жыл деген ол сестринское дело оқиды. Одан кейін 4 жыл медикал докторда оқиды. Уже 9 жыл. Одан кейін ары қарай ординатура деген, яғни резидентураны оқиды. Ол примерно сол 2 жыл, яғни общая терапия, общая хирургия деп оқиды осылай. Кейін уже ішінен уже узкий таңдайды. Енді былай ойлайсың, примерно мысалы полноценный дәрігер болып шығу үшін кем дегенде 15 жыл керек ол жақта. Но, соответственно, это и уровень денег совершенно, уровень заработной платы совершенно другой. То есть, да, это, возможно, тяжело там стать врачом в Америке, например. Но зато есть альтернатива. Это международные экзамены. То есть, окей, хорошо, ты, вот, например, с казахстанским дипломом закончил, ты хочешь поехать в Америку работать. И тебе говорят, сори, но твой диплом не котируется. Если бы у тебя был бы USMLE, базару нет, приезжай работать к нам. И как раз-таки, что такое USMLE? Это один из международных экзаменов, который позволяет вам с вашим дипломом, вот условно с казахстанским, работать в Америке. В Америке вообще в разных странах. И это только один из видов таких экзаменов. Келесі слайд ашып саласың, пожалуйста. Рахмет. Вообще USMLE это что такое? USMLE расшифровывается как United States Medical Licensing Examination. То есть он прям так называется. Это экзамен для медицинской лицензии именно в Соединенных Штатах. Чтобы в США работать, вам нужно сдать этот экзамен. Он несколько этапов, и там, безусловно, нужен английский. То есть вне зависимости от того, откуда вы родом, где вы обучались, на каком языке, вам везде всегда нужен английский язык. И это вот такие вот международные экзамены. То есть у нас есть IMAT, MCAT, OMET и USMLE. Самый такой популярный – это USMLE, а еще MCAT. MCAT в основном сдают те, кто, вот, к примеру, для того, чтобы поступить на Назарбаевский, скажем, вот Назарбаевский поступить на medical doctor, то есть это у нас магистратура. Чтобы на магистратуру на врача поступить, надо сначала сдать МКАТ. Даже если ты закончил интернатуру в Асфендиярова. Блин, да? Вот, да. То есть у тебя есть вариант, вот, к примеру, у нас
Куанышбек, ты тоже ее знаешь, Аруа Байменова, если не ошибаюсь. Да, знаю. Да. Вот она поступила на спортивную медицину, по-моему, да? Да. Вот, она, по-моему, тоже вот сдала МКАД, то есть она закончила Карагандинский медицинский, ну, с отличием, она закончила бакалавриат, но она поступила на спортивную медицину в Назарбаевский университет. То есть она вот, если не ошибаюсь, сдала МКАД, поступила туда, и сейчас она смело, то есть через 4 года она уже будет medical доктор. То есть, да, возможно, у нее не будет узкой специализации, как у нас у казахстанских врачей, но зато у нее уже будет возможность работать за рубежом. Да, у нее еще контент такой классный. Да. Прикинь, она одна делает весь контент, но сейчас, конечно, есть команда, просто путь жүріп өткен жолы ол қыздың, мен көп жаңағы алдында табысты шипагер деген көрсеттім да, тегін курс, сол қызды көрсеттім. Просто Айнұра жүріп өткен жолы ана қыздың, ол прям поражает. Мен ол қызбен таныспын, былай сөйлестім. Ну, на расслабоне ұрып жатыр, ол біздің қай жеріміз кем дегенде, ол просто, понимаешь? Былайша айтқанда, ол біз сияқты қарапайым студент. Ешқандай артықшылығы, кемшілігі, ештеңесі жоқ. Ол жай ғана өзін дұрыс көрсете алатын адам. Человек, который умеет себя презентовать. Мысалы, мен былай енді близко с ней не общаюсь, бірақ мысалы вот так вот слежу за ней в Инстаграме, она мне очень нравится, я от нее кайфую, от ее контента, от того вообще, как она себя презентует. И, ну, это просто человек, который взял и сделал. Красавица, да. Да, она красавчик, и это очень круто. И, ребят, это может просто выйти у каждого из вас. Аруа это просто один из примеров, один из студентов, который взял и сделал. И Куанышбек, например, тоже это человек, который взял и сделал. Это тоже не человек, который там звезд с неба хватал, это человек обычный, он просто обычный студент, такой же қазақтың қарапайым баласы. Айнұр мен бұрыннан біледі, бұрыннан Қуаныш медицина болмады. Карантин кезінен, по-моему, иә? 20-шы жылдан бастап. Медицина жоқ еді ол кезде, да, Айнұр? Ол кезде ты просто каверы делал. Ән айтып жүретін еді. Да. У нас еще какой-то, типа, это же был. Да, кавер есть. Мен Да. Вот. Окей, ребят, сори, у нас немножко ностальгия была. Хорошо. Вернемся к экзаменам. То есть вообще это, по сути, ну, оценка знаний на английском языке именно. Окей, ну, в принципе, об этом экзамене, если вы хотите, можно прям отдельно сделать такое небольшое видеообъяснение. Я могу просто вам, если хотите, я могу предоставить небольшое такое вот, как бы это правильно объяснить-то, я могу просто сделать небольшой обзор, вообще, как готовиться, зачем это нужно, какие есть учебники, могу с вами учебниками поделиться, которые у меня есть. В принципе, ну, это я просто хотела показать вообще, какие у вас есть выходы, чтобы вы могли в дальнейшем как бы развиваться и, ну, как бы идти вот именно на международный уровень, если вы хотите дальше выходить, вот, к примеру, за границу. То есть какие у вас есть выходы, что вам нужно делать. Потому что, например, ну, когда я искала информацию, у меня просто элементарно тупо не было этой информации. И если бы у меня было больше времени, возможно, я бы сразу поступила бы за рубеж. Но я не жалею. Сейчас зато у меня есть возможность с вами поделиться этой информацией, и вы можете дальше как бы фигачить, грубо говоря. Конечно. А теперь давайте немножко о лайфхаках. Зачем вообще? Как это учить? Во-первых, да, в первую очередь, вот очень классный здесь совет прозвучал о том, что английский, он несложный. Самое главное просто сделать его, вот, например, элементарно, ТикТок. Человек просто взял соцсеть, в которой ты, это, по сути, очень жесткий таймкиллер. Да. Он очень сильно сжирает время, да. То есть ты можешь просто сесть такой, 20 минут посижу, а по итогу не заметила, как уже как 3 часа просто сидишь тупо, крутишь ленту в ТикТоке. И не развиваешься никоим образом. Ну, что там у нас есть там? Очень часто, вот, к примеру, в рекке шығатын нәрсе, там, слайм тұрады, какие-то там тренды, анау-мынау, бірақ ТикТок деген иә. Всякие там, неше түрлі нәрсе шығады. Онан кейін, но былайша айтқанда, мысалы, ТикТоктың өзіне өте көп профит жасаң болады, өзіңе. Өте күшті программа. Мысалы, әртүрлі дәрігерлердің өздері де, мысалы, элементарно развлекательный контент жасайды да, бірақ образовательный. Қаншама адам, мысалы, ағылшын тілін тоже мынандай қылып көрсетеді. Не так, что там, ойбай, present simple деген мынандай, ережені оқу керексің, айырмашылығы мынандай тағы сол сияқты дегендей. Жоқ, ондай емес.
вообще на изи әртүрлі шуткалармен скетчтермен көрсететін нәрсе, и сол ақпаратты қабылдау жеңіл. То есть вам не нужно делать из английского языка что-то такое типа сабақ, ол қиын, оған мыңдаған нәрсе жасау керексің, тағы сол сияқты. Жоқ. Если вам удобно делать в такой плане, в школе, мысалы, кәдімгідей систематизировано, там, например, ережені оқып, тағы сол сияқты. Если вам так хочется учить, флаг вам в руки. Если вам так в кайф, окей, это классно. Но если вам трудно так учить, не заставляйте себя, не насилуйте свой мозг. Вы можете сделать его максимально легким. То есть вы можете смотреть ваши любимые сериалы в оригинале с русскими субтитрами. Вообще спокойно. Вы можете в ТикТоке смотреть всякие видосики на английском языке. Какие-нибудь приколы, там, мемы и прочее. То есть делать так, чтобы это было для вас в кайф и спокойно, без напряга. Но это касается такого вот быта. То есть что вы делаете каждый день, мысалы, егер оқымаған кезде, просто мысалы бір жерде отырсаң, ТикТокты қарасаң, сол ағылшын тіліне қарап берсең, уже классно болады. Ал енді жалпы реально оқыған кезде қандай лайфхактар жасауға болады? Бірінші лайфхак, бұл өзім көп студенттеріме рекомендация жасайтын лайфхак, бұл жерде видео дневник жасау. Ол бізде не? Ол бізде кәдімгі, мысалы, күніңіз қалай өтті, қандай нәрсе болды, қандай ерекшелік болды, тағы сол сияқты туралы, мысалы, камераны қойып қоясыз да, ешкімге көрсетпейсіз, өзіңіз үшін ғана жасайсыз сол нәрсені. Камераны қоясыз, одан кейін күнде, мысалы, жатар алдында, мысалы, today I was at university, I went to see my friend, тағы сол сияқты. Яғни, бүгін күніңіз қалай өтті, соны айта бересіз. Күнде айта бересіз. Даже если қате болса да, ештеңе етпейді. Қате жасаудан қашпаңыз. Бұл абсолютно нормально. Кейін, мысалы, 2 аптадан кейін күнде осылай жасасаңыз, бір ұзақ емес, ары кетсе 5 минуттық видео жасасаңыз, уже нормально болады. Сол видеоны одан кейін 2 аптадан кейін көріп қойыңыз тағы да. Яғни, бірінші күнде қалай болды, и 14-ші күнде қалай болды. И уже, мысалы, көресіз, қандай сізде регресс болды ма, прогресс болды ма, уже прям кәдімгідей өзіңіз көресіз сол нәрсені. Бұл бір. Енді екінші. Индивидуальный словарик. Мысалы, Қуанышбектен алдында мен сұрап жүрдім. Бұрын еще қанша бір жарты жыл бұрын айтатын. Мен, мысалы, сөздерді күнде жаттап жатырмын. Словариктан алдында, мысалы, эй сөзінен бастап, мысалы, 20 сөз жаттап алдым. Бүгін 20 сөз жаттап алдым, кеше 50 сөз жаттап алдым, тағы сол сияқты, тағысы. Күнде жасайды. Бұл, конечно, классно. Бірақ осы системаға мен қандай өзгеріс енгізетін едім. Ең алдымен, осы күнде жаттайтын сөздер, окей, күнде жаттайтын сөздер болсын. Бірақ оларды жаттаған кезде, мысалы, кәдімгі дәптерді аласыз, мысалы, бір жағына food деген тақырып болсын, тамақ деген тақырып. Сол тақырыпқа байланысты, тек қана сол тақырыпқа байланысты бүкіл сөздерді жазып аласыз. И, мысалы, мына жаққа тағы да қалдырасыз, мысалы, 3-4 бет сол food деген тақырыпқа қалдырасыз. Одан кейін келесі тақырып, мысалы, anatomy болсын, анатомия. Тек қана анатомияға қатысты сөздер жазып аласыздар. Одан кейін осы тақырыптарды белгілеп алған кезде, мысалы, мына жаққа бір стикер қоя салсаңыз болады, food деген. И одан кейін сол сөзді, қалай еді деген оймен отырсаңыздар, сөздікке жазған едім ғой, сол сөзді қарап аласыз да, одан кейін, осылай екен ғой, одан кейін осындай тақырыпқа сәйкес екен ғой деп, уже фотографическая память будет задействована. Не только там, да. То есть так вы будете вдвойне запоминать. То есть, во-первых, вы будете эти слова писать, то есть у вас уже один раз вы прочитали, вы один раз вдумываетесь, осындай сөз екен ғой, осындай тақырыпқа сәйкес келеді деп. Бұл бір. 2, сіз оны целенаправленно жаттайсыз. Осындай сөз, осындай тақырып деп. 3, ол сөзді іздеген сайын, көрген сайын, ол фотографический памятпен қала береді мида. Жадына сақтала береді. И у вас есть 3 метода запоминания. То есть вы уже 3 метода задействуете. И вам не обязательно ол сөздерді мыңдап, жүздеп оқуға. Достаточно күнде, мысалы, 10 сөз болсын. Да, это мало, зато күнде жаттасаңыз, болады. Вот. И теперь приятное с полезным. Netflix. То есть это у нас TikTok, Netflix, YouTube. Абсолютно все, что вы любите. Это может быть коротенькие видео, это может быть какие-нибудь скетчи, это может быть подкасты целые, это могут быть фильмы. Все, что вы любите, трансформируйте на английский язык. А если вы смотрите это на английском языке, но с переводом на русский,
тогда смотрите в оригинале, но с субтитрами. Для тех, кто думает, что субтитры тяжело, это надо сначала на картинку смотреть, потом смотреть на сами субтитры. Ну, ребят, вы потом со временем привыкнете. Это я вам говорю как человек, который сериалы на абсолютно разных языках, на китайском, на корейском, на японском смотрит с субтитрами. Потому что, так, во-первых, можно еще пару слов выучить. То есть это тоже такой вот метод, потому что есть моменты, когда они одно и то же слово произносят вот как раз-таки вот под субтитры, к примеру, please, там, пожалуйста, такие какие-то элементарные вещи. Вы можете так выучить их. И затем просто ади-бади. То есть вот ребята очень... я слышала пару вот как раз такие мнения о том, что нету собеседника. Как эту проблему решить? Во-первых, как я уже говорила, 21 век. Вы можете просто любую соцсеть открыть, проявить внутреннего экстраверта, немножко интроверта спрятать и просто сказать, что вот, hello, я хочу выучить английский, давай будем друг другу помогать. Либо вы можете пойти на спикинг-клабы. По городу очень много спикинг-клабов, вот просто возьмем, даже бесплатные спикинг-клабы есть. И в целом спикинг-клабы, они не такие дорогие, то есть там, 5000, 2000 тенге, аргите 5000 тенге, дороже не выйдет. И то, 5000 тенге раз в неделю. Можно просто вот условно, мы элементарно на обед тратим 2000 тенге, тенге. Можно там просто небольшой судочек с собой собрать, там, я не знаю, в универ, в школу, там, куда угодно, сэкономить пару тысяч и потратить эти деньги на спикинг-клаб. білімге. Да, то есть сол нәрсеге құюға. Біз по-любому ол нәрсені, мысалы, там, кто-то компьютерный клубқа барады, кто-то там косметикаға жатады, кто-то там просто тамақ ішіп қояды. Кола-мола, жаңағы нелер мысалы. Рилла кетіп қалады бәрібір. Кете береді сол нәрсе. Я не говорю, не покупайте, бірақ кем дегенде хотя бы аптасына бір рет сол нәрсеге можно отказаться. Хотя бы бір рет баруға. Мысалы, аптасына кем дегенде бір рет барып жүрсең, бұл уже тұрақтылық болады. Уже какой-то плюс для тебя. Поэтому, ребят, давайте вкладываться в знания. Это ваш небольшой вклад. Вам не обязательно сразу вкладываться 100, 500, 200 тысяч тенге. Нет. Даже 5000 тенге в неделю – это уже вклад в знания. Хотя бы вот с этого начните. А если вы там думаете, что, я понимаю, бывает такой же, когда, совсем с деньгами туго, и невозможно совсем. В таком случае есть бесплатные спикинг-клабы, например, в Жамбылке, библиотека имени Жамбыла, насколько мне известно, там проводятся спикинг-клабы. Причем на постоянной основе, на разных уровнях. И бывает то, что даже носители, то есть, мысалы, кәдімгідей сол ағылшын тілінде сөйлейтін адамдар, яғни шетелдіктер сол спикинг-клабтарды өткізеді. Осындай нәрсе. Енді келесі слайд, бұл енді кішігірім сіздерге былайша айтқанда тоже бір совет, кеңес. Ол осы ағылшын тілін қандай сайттар арқылы оқуға болады тағы да. Яғни менің кеңесім кітап бойынша оқу бұл сәл қиындау. Қиын, одан кейін кітаптарда, мысалы, өте жек көретін нәрсе, әсіресе, мысалы, Кембридж деген кітаптар бойынша мектептегі Way Ahead, Opportunity, Solutions деген кітаптар болатын. Оларға көңілім толмайды, себебі өте қатты мұжып жіберген бір нәрсені. Слишком мұжып жіберген. Кәдімгідей майын, соғын ағызып, ана жақты шаршап кеттім деген деңгейге жететін ақпарат ол жақта. Поэтому кітаптарды қолдануға болады. Бірақ араларынан ең негізгі нәрсені алып алуға керек. Ары қарай, мысалы, YouTube арқылы оқуға болады. Әртүрлі, мысалы, өте күшті подкаст жүргізетін адамдар бар. Одан кейін өте күшті, даже ағылшын тілінің грамматикасын түсіндіретін өте күшті нәрсе бар. Одан кейін элементарно қазір мынандай күшті сайттар шыққан. Бір фильмді қарасаң, бір фильмнің отрывын қарайсың. Сол отрывок бойынша саған сұрақ қойылады. Мына жақта қандай сөз қолданылған, мына жақта не туралы айтылған, тағы сол сияқты дегендей сондай сайттар бар. Ал жалпы, мысалы, осы 3 сайттың артықшылығы туралы айта кетейін. 2 сайт бұл жалпы ағылшын тілін дамытуға арналған, ал 3-ші сайт бұл именно медиктарға арналған сайт. Бірінші сайт бұл Learn English British Council, яғни именно британский консульствоның сайтының бірі. Оның араларынан әртүрлі күшті ақпарат таба аласыз. Яғни, мысалы, IELTS-қа дайындалатын балалар
listening, speaking, reading, тағы сол сияқты. Яғни әрбір не бойынша по каждой секции өзінің лайфхактары бар. Ішінде даже грамматиканы қарасаңыз болады, словарды қарасаңыз болады. Яғни мынандай қатты қиын болғалып берген жоқ. Спокойно, размеренно, то есть так, чтобы это вам было понятно. Единственное, только там все полностью на английском. Орысша аудармасы жоқ вообще. Екінші сайт был бізде Ororo TV. Это сайт, он вообще рассчитан на то, что у него есть бесплатный доступ, еще у него есть платный доступ. Бесплатный доступ классный тем, что там 59 каналов с кучей разных видео. То есть у вас есть там TED Talks, самый популярный, если вам нравится. Потом есть всякие Jimmy Kimmel Show, Ellen Show, Jimmy Fallon Show. Очень много таких вот как раз-таки вот американских и британских интервьюеров. Вот, например, как Тунгу-студия. Вот. Есть очень много таких вот классных интервьюеров, которые можно посмотреть просто для досуга. И плюс там еще есть субтитры на английском языке, на русском языке и так далее. Можно этот сайт для себя использовать. На 59 каналов вот что угодно можно найти, даже вот чисто именно про английский язык, как идиомы, фразовые глаголы и так далее. То есть такие вот более специфичные. И для медиков, яғни медиктерге арналған сайт, бұнда бізде это называется medicalenglish.com. Там прям есть кейсы, словари по разным тематикам, то есть анатомия, гистология, диагностика, визуальная диагностика, КЛД, и там есть vocabulary, то есть отдельно словарь, и отдельно есть кейсы. В принципе, это вот самое основное, что я хотела сегодня донести. Я очень надеюсь, что сегодняшняя встреча, так как это у нас еще немножко такой пилотный выпуск, я очень надеюсь, что вам все понравилось и было полезно для вас. То, что я смогла донести, вот очень такую вот нужную информацию, которую я бы хотела делиться со всеми, кем, насколько это можно. Керемет. Достар, қалай сіздерге? Қол шапалақта жүрсеңіздер, қол көтеріп, әлі біздің эфиріміз бітпеді. Керемет, достар. Өте жақсы. Айнура, Medical English дегенді мен өзім ашып қараймын. Біз жалпы концепция, сен жалпы қайда отырсың, соны тағы бір түсіндіріп кетейін. Бұл Қуанышпен даму қоғамы. Сен уже как резидент болып кірдің қоғамға. Резидент, мен сенен өтінеміз осы каналда қалуыңды. И ай сайын челлендждер, менің саған да пайдалы болады деген ойдамын, жаңағы ақпараттар. Келесі апта мысалы қаржылық сауаттылыққа арналған апта болады. Мен қалай инвестиция жасау керек, криптовалюта, соның бәрін балаларға түсіндіретін боламын. Одан кейін уже бірінші айы балалардың бітіп жатыр. Келесі айдан бастап біз платформаға, Notion деген платформаға кіреміз. Одан кейін бар ғой, қазір мен оны айтамын. Әр бала біз іште ұйымдастырайын деп тұрмыз да, мысалы, кім английский қызық кімге? Олар өздеріне чат ашып алады. Клубтың ішінде клуб, кішкентай клуб, кімге орыс тілі қызық, олар өздеріне чат ашып алады. Мысалы, Берік пен Рафхатқа орыс тілі қызық, жанына мысалы Сұлтан мен Сымбатқа орыс тілі қызық, олар өздері талдайды. Оларға басқа челлендж болады, английскийлерге басқа. Сол кезде сенен как первоисточник ретінде сұрап тұрса деген менде ой, если тебе будет комфортно, конечно. Вообще без проблем, я буду только рада поделиться знаниями, которые у меня в принципе есть. Бұл балалар, басында айттым ғой, жолдан алып келген жаңағыдай отбитыйлы балалар емес, бұлар бәрі көбісі мен шәкірттерім, көбісі білімге құштар балалар. Енді мен кеше Марғұлан Сейсенбаевпен кездесуде болдым. Сол кезде ол кісімен общался, жанында отырып әңгіме айттым да. Андай сұрақ қойды оған. Кімді сен аласың дейді жұмысқа, жанына, командаға. Ол командаға былай таңдайды екен. Университет бітірдің бе деген бірінші сұрақты қоямын дейді. Жоқ, универ бітірмедім. Түстің бе, түспедің бе? Түспедім десе, ладно дейді. Түстім, бірақ тастап кеттім десе, минус дейді уже, үлкен минус. Неге? Себебі адам емес. Сол айтады, универге түс, қандай универ болсын сен бітіріп шығу керексің дейді соңына дейін. Сен өзің ол сенің характеріңді көрсетеді. Екіншісі, ағылшын тілін білесің бе деген критерий қояды екен. Ағылшын тілін білмейді десе, значит, Марғұланның өзі айтты, значит, ол адамды разгильдяй, короче. Үйренгісі, дамығысы, маған содан кейін аттыға өтіп кетті да әңгімесі. Сосын Марғұлан Сейсенбаев андай керемет кітап жазып шығарған, Марғұлан бизнес және өмір деген. Бұл кітап 5000 ғана тиражбен сатылған. Одан кейін мен ол кісімен жаңа таныстым ғой. Танысқаннан кейін вот
ол кісі не қойып берді, ақ халатты Абзал Жанға деп. Представляешь, Марғұлан Сәрсенбаев қойып берді өзінің қолымен. Бұл мынау инвестиция. Мына кісі деген өте великий кісі, 1,5 миллион подписчик. Ертең менің ойымша бір 20 жылдан кейін бұл кісі прям әлемді жаулайтындай несі бар, потенциалы. Сосын мынаның астына мен өзім қолым таңбамды қойып беремін балаларға. И мысалы ақыл мен қуаныштан деп, яғни Қуаныш пен Марғұланның ұштасқан жері, бұл инвестиция. Ертең прям бұл кітапты сатуға болады. Неге себеп? 10 жылдан кейін Қуаныштың медицина қайда болады, Құдай қаласа Марғұлан Сәрсенбаев қайда болады. Плюс мына кітаптың өзінің бағасы да достар арзан емес. Қандай? И Айнұр, келесі осы айдың соңынан бастап келесі айға челлендж жасаймыз да біз. Челлендж. Ол мен Айнұрмен сөйлесем, қалай английский челлендж жасауымызға болады балаларға. На постоянной основеда Айнұр күнде бірдеңе істеп тапсырып отыру керек, топқа жазып отыру керек. И ол жерде финансовый грамотность бойынша челлендж болады. Одан кейін тағы мен қосам, спорт бойынша и соның ішінен ең активный, кейін қараймыз, талдаймыз. Келесі айда Ақнұр Тынысбековна осылай сабақ береді. Может, сен де кірсең болады, жаңағы алғашқы көмектерді үйретеді. Ол ұстаз бар, солармен бәріміз отырып, ішінде ең күшті адамға мына сыйлық Марғұлан Сәрсенбаев және менің қолтаңбаммен кететін болады. Менің ойымша бұл үлкен подарка, жаңағы болашаққа инвестиция, балаларға үйіне қойып қойса да, жыл өткен сайын достар бұл өсе береді. Себебі Марғұлан ол күні тек қана 2-3 адамға ғана қойды. 3 адам. Мен жанына барып сөйлесіп, мынадай өтініп, балалар туралы айтып, содан кейін қойды. Бұл үлкен сіздерге менің ойымша поддержка, бұл кітаптың өзі күшті. Осыны айтқым келді. Одан кейін давай Айнұра, саған сұрақтар болса, қол көтерсе балалар енді. Да, ребят, я вас слушаю. Давайте сұрақ. Жұтып қалмай сұрақ қоямыз. Кімде сұрақ бар? Любой сұрақ. Айнұрға. Ұялмаңыздар. Саламатсыз ба, Айнұр ханым? Асылмен Тынысбай қалайсыз? Сәлем. Дауысым естіп тұр ма екен? Иә, естіп тұр. Рахмат. Менде айтамыз. Рахмат. Рафхат қатып қалды. Давайте келесі адам. Бағана сайттар көрсеттіңіз ғой, English Medical деген, сол платный емес па? У него есть платное и бесплатное. Но вот именно бесплатное, это вот то, что я вам дала, ребята, это, у них есть и платный, и бесплатный доступ. Но в бесплатном доступе у них есть много как раз таки вот, очень много таких вот классных фичей, которые вы можете использовать. Элементарно тот же самый словарик. То есть там даже если бесплатный доступ, это не значит, что там совсем ничего нету. Вы можете посмотреть, если вам интересно, вы можете купить платный доступ. Либо мы можем поставить так. Я посмотрю вообще, какую можно сделать, посмотрю вообще, что там по ценам, и в дальнейшем я могу просто выкупить этот доступ и просто с вами поделиться, если вы хотите. О, классно. Да. Нет, я думаю, каждый человек сам должен купить, чтобы ценность. С одной стороны, да, это тоже такой вот. Әр адам өзі қалтасынан ақша шығарып көрсе ғана пайда алады. Ал мынандай не істеп, пиратить еткен достар. Алысқа бармайды, как вы знаете уже. Давайте Ания сұрақ қоямын дейді. Қол көтеріп, достар, сұраймыз. Жалпы сіздерге сұрақ, Айнұр ханымның клубта болуы, достар, сіздерге қандай ұсыныстарыңыз бар жалпы? Айнұр клубта болады, как резидент ретінде, әлі бұл менің ойымша бірінші не емес, кездесу емес. Айнұрға обязательно төлейміз еңбегіне. Себебі әр еңбек ол бағалану керек. Мен өзім төлейтін боламын Айнұрға келіп уақыт арнағанына кез келген спикерге. Сол себепті жаңағыдай ғой, взаимооплата қоғам. Біз әр адамның еңбегін бағалап білсек, вообще идеальный болады. Сол үшін сондай бізде жүйе. Давайте Сымбат, төре әділ. Негізі үлкен плюс сияқты. Бізге жаңа айта тұрып қой, ағылшын тілінде бізге орта қалыптастырсақ, кішігірім жаңа сіз айттыңыз ғой, бір группа чат болса, и сол чаттың ішінде бізде мысалға бағыт беріп отыратын нәрсе керек та, біз өзімізбен бет алды оқи беретін болсақ, бір белгілі бір жүйе бағыт болмаса, андай не қылатсақ, результатты көп көрмей, көп қиналып жететін сияқтымыз. Ал егер бір бағыт болатын болса, то күшті да, біз сол бағыт арқылы результатты тез көреміз, и бізге шамалы мотивация болады. Өзімізге ше, ары қарай дальше тағы да тілдерді үйренуге. Конечно.
Да, я с вами полностью согласна. Бұйырса сол ары қарай осы чаттың ары қарай ашып, соны оқу барысында көреміз ғой. Жалпы егерде маған қоятын сұрақтарыңыз болса, егерде ұсыныстарыңыз болса, осылай қалай қарайсыз деген сұрақтарыңыз болса, ұялмай сұрай беріңіздер. Мен барлығына барынша шамам келгенше жауап беруге тырысамын. Кешіріңіз, мен сұрақ қойсам болады ма? Иә, Айнұр ханым, енді жалпы обучение осы чатта жүретін болса, менде сұрақ жоқ. Если андай жеке курс дейді ғой қазір бәрі білетін. Сізде бар ма жалпы өзіңізде үйрететін жеке? Иә, менде жеке курс бар, бірақ та әзірге мен тек қана онлайн түрде сабақтарды өткізіп жатырмын. Өкінішке орай әзірге офлайн түрде өткізуге сәл уақытым келмей жатыр. Бірақ егер сізге қызықты болса, онлайн түрде мен өткізе аламын. Аха, рахмет. Алдағы ай біз достар көрейік. Айнұр маған айтты ғой, мен Айнұрды өзім оқиын деп жатырмын. Айнұр айтты, бір көру керекті де, по-любому стилін Айнұрдың қалай үйретеді, по-любому бұл қыз пайдалы болады. Әрине Айнұрдың курстары бар, Алматыда офлайнда, орталығы да бар, как я қателеспейтін болсам. Уже жоқ. Уже? Да, уже жоқ, пока что жоқ. Бұйырса енді, да, бұйырса. Можно вопрос? Да, конечно, Чингисхан. У меня такой интересный вопрос возник. Допустим, мы студенты Асфендиярова после интернатуры, если, конечно, будет возможность пойти в Америку, мы как будем сдавать колледжные сессии или будем учиться в колледже? Нет. Насколько мне известно вообще, то есть по программе, если вот вы, будучи ВОПом, сдадите USMLE, то есть там есть несколько этапов. Есть первый этап USMLE, который позволяет сдать именно на nursing, как на сестринское дело. Если вы его сдадите, в таком случае вы уже без проблем сможете работать как сестринское дело. Потом там есть второй этап. На втором этапе вы уже сдаете именно как на врача непосредственно. То есть там есть свои нюансы. Это очень такой трудоемкий тест, который требует прям отдельные лекции, я бы даже так сказала, отдельного разбора подкаста такого. Поэтому, то есть именно если говорить коротко, то USMLE позволяет сдать и на nursing, на сестринское дело, и на врачебное дело. Но там надо там надо готовиться заранее. То есть это такой вот тест, который трудоемкий, требует много времени. Ну, это, грубо говоря, сколько времени занимает? Прям грубо, но на сдачу, то есть там еще есть, вы езжаете, если не ошибаюсь, в Австралию, либо же в Америку, и сдаете этот тест там. То есть там свои нюансы есть. Вы отдельно сдаете практическую часть, сдаете теоретическую часть. И на подготовку, например, насколько мне известно, где-то год-полтора тратит именно на один этап. А на следующий этап, то есть там очень много нюансов, примерно, года 3, наверное. Может, меньше. То есть это варьируется в зависимости от человека. Спасибо за это. Саламатсыздар ма? Қайырлы кеш. Сұрақ қояйын деген едім. Мысалы мен қазір жеке дайындалып көрдім да, үйде ағылшын тілінен. Мысалы ютубтан әртүрлі видеолар қарадым. Қуанышбек ағай айтқан Петр деген ағайлар бар ғой. Солардікін қарадым, бірақ та бізде кері байланыс болмаған үшін ба, қатты бір не болмай жатыр да. Прогресс болмай жатыр. Сол тапсырмаларды орындап, содан кейін дұрыс немесе бұрысын түсінбеген нәрселерін сізден сұрасақ бола ма? Минуточку. Я, әрине, без проблем. Бұйырса осы клубта менің резидент ретіндегі былайша айтқанда функциям әсіресе осы ағылшын тілінен дамимын деген балалар, именно ағылшын тілінен фокус жасайын балаларға мен әрдайым бағыт-бағдар беремін. Я даже думаю, такую рекомендацию сделать. Кішігірім, егерде зум-сессияны өткізсек, осылай бір чатта, и определить уровень ребят. То есть не так, что все в одну кучку, потому что это будет бесполезно. Мы можем создать несколько чатов, к примеру, elementary, pre-intermediate, intermediate и так далее. И у каждого, то есть вы можете, во-первых, у вас будет, по крайней мере, представление о том, кто с вами работает и с кем я могу там собеседников, в качестве собеседника взять. И плюс маған да легче болады. Мысалы, мен примерно түсініп тұрамын, қай балаларға қандай ақпарат беру керек, қандай система бойынша, тағы сол сияқты. Мынандай идея бар, Шайнұр. Мынандай қыламыз да, мысалы, сен
интермедиат балаларға үйретесің да мысалға. Ал интермедиаттерге, интермедиат элементтерге балалар бір-біріне үйретсе де күшті болады. О, классно, слушай, да, реально. Мысалы, Геннадий Головкин ауылдың баласын бокстастырған не выгодно ғой, үйреткен. Ауылдың баласына ауылдың тренері үйрету керек, ол аудандікіне ауданның тренері, қаланікіне қалан, вот республиканский мықты нені боксерді Геннадий Головкин дайындаса күшті, аналарға да кеңес бере алады. Бұл менің ойымша Қуаныш пен Даму қоғамы, соған біз баруымыз керек болашақта. Жүйе екен. Мысалы, Айнұр, біз Айнұрдан үйренеміз, Айнұр бізден де үйрену керек та, резиденттер. Ертең Айнұр Тынысбековна келеді, бәріміз үйренеміз Айнұр Тынысбековнадан. Тағы кім бар? Бүгін мен заведующий Қаскелең ЦРБ-ның ең главный врачы Ерлан Кеңесович, сонымен келістік, ол да айтады, мен с удовольствием кірем, 6 специализациясы бар, 400 адамның бастығы, ол айтты, мен по-любому сендерге кіріп берем деді, жаңа резидент болып, ол кісіні де алып келетін, менде үлкен желание бар. Біз ойланайық, Гузал, хорошо, а так бәрі жақсы болады мен ойымша. Рахмет. Сәлеметсіздер, менде бір сұрақ бар еді. Менде мындай сұрақ болып тұр да, USMLE-ге бағана айттыңыз да, что тапсыруға болады деп. Соған сіз мысалы дайындайсыз ба? Ол да негізінде былай ғой, USMLE-да арнайы дайындайтын курстар бар да. Сол сияқты сіз дайындайсыз ба? Өзіңізде курстар сондай жасау ойда бар ма? Жоқ, мен шынымды айтайын, мен өкінішке орай ондай квалификациям жоқ. Мен адамдарды сіздерді алдыма қояйын. Мен кәдімгі осы базовый ағылшын тілін және базовый медикалық ағылшын тілін білемін. Бірақ та USMLE-дің системасын мен өзім USMLE тапсырған адам емеспін. Сондықтан да мен оған дайындауға құқығым жоқ. Элементарно даже ішімнен, меня не позволит совесть вас готовить, поэтому. Сол үшін я постараюсь найти людей. То есть я могу вам посоветовать людей, кто реально классно готовит. Но сама я не готова. Я такую ответственность на себя брать не готова, честно скажу. А как вы думаете, что біз бірінші ағылшын тілін, мысалы менде қазір pre-intermediate, оны intermediate либо advanced'ден жеткізіп, одан кейін барып сондай курстарға қатысқан дұрыс па, или бірден сондай курстарға қатыса берсе? Негізі егер мысалы қазір егер реально твердый pre-intermediate болса, уже қазір бастасаңыз болады. Элементарно даже мысалы кейстарды алып ағылшын тілінде, мысалы егерде қазір қай курстасыз мысалы ретінде? 6-шы курс. 6-шы курс, окей, тем более, егер сіз уже 6-шы курс болсаңыз, онда смело кез келген кейсті аласыз да, шығара бересіз ағылшын тілде. Потому что при интермедиат деңгейіне это уже вполне нормально. У вас уже позволяет уровень языка освоить информацию. Уже қазір ақырындап шеше берсеңіз болады. Самый главный медициналық білім, иммунитетті бітіресіз, сол базамен кетсеңіз күшті болады менің ойымша, жаңағы медицинский білім. Себебі медицина, бәрі медицина. Қазір мен бірден айтып жіберейін, біз жаңа шетелдің зарплаталарын айттық, бұл не в коем случае пропаганда емес, шетелге кетіңдер, балалар деген. Бұл жерде Айнұрдың айтқысы келіп тұрған достар, мысалы менің өзім сокурсница қызым дегенде қызым емес, сокурсница қыз. Ол қыз Италияға кетіп бара жатыр қазір. Италияға грантпен резидентура, представляете, ағылшын тілін біледі, медицинаны жақсы біледі. Оказывается, возможно, бізде ондай программалар тегін, и то ол 1,5 евро алады, жаңағы стипендия, ол жақта тұруына мүмкіндік бар. Сендер ойлаңыздаршы, достар, Италияда медицинский білім алып қайту тегін. Ол жерде 5 жыл істейсің де, кейін еліңді келіп көтеруге, немесе сол жақта жүріп контент жасауға болады, қазақ тілді айналдырып. Сол мақсат қой, шетелге кетіп, Қазақстанды тастап кету деген сөз емес. Бір жағынан бүкіл планета біздің үйіміз, бір жағынан. Вот осы ой, самый главный достар, жақсы түсінсеңіздер. Келесі сұрақ болса. Давайте, Гаухар. Сәлеметсіздер ме? Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Мен Айнұр ханымның, кажется, екінші рет сабағына қатысып отырмын. Осыған дейін бір қоғамға қатысқан еді, тоже спикинг болып келген едім сол жаққа. Менің сұрағым, мен негізі врач емеспін, болып емеспін. Мен фармацевтпін. Маған USMLE-мен тапсыруға бола ма? Или ол только медсестралар мен врачтарға арналған программа ма? Жоқ, негізі фармацевттерге арналған программа сәл басқашалау, бірақ та USMLE секілді басқа емтихандар бар, арнайы сіздерге арналған. Ол жағынан мен көбірек ақпарат іздеп көрейін,
себебі менде тағы да таныстарым бар, именно фармацевтикаға оқыған, шетелге барып оқыған балалар таныстарым бар. Сол балалардан сұрастырып көрейін. Ары қарай бұйырса сол егерде маған осындай сұрақтарыңыз болса, в плане вот именно тем, кому я пообещала найти дополнительную информацию, скажем так. Тем, кому я это пообещала, если что, в чате, у меня мои контакты есть в Телеграме, вы можете ко мне обратиться, напомнить, и я обязательно найду и поделюсь той информацией, которую я обещала. Тау перевесим, обязательно жверим. Поэтому сейчас, даже если я не смогу в полной мере ответить, вы можете задать вопросы, я обязательно составлю список и все отвечу. А по поводу вашего вопроса, да, вообще есть программы специальные, которые позволяют фармацевтам также работать и с помощью дополнительной подтверждения лицензии вы можете также работать и за границей. Но там система немножко другая, потому что фармацевтика, технология фармпроизводства, она тоже, это отдельная отрасль, и там тоже свои нюансы есть. Поэтому и экзамены не такие, как у ВОПа, у медиков, имеется в виду у медсестер, вот в таком плане. Все, хорошо, рахмет. Оқасы жоқ. Notion платформаға резиденттердің несін жасаймыз, Айнұр? Картасын. Енді басқан кезде суретін шығады, чем занимаешься, телефон номерің и инстаграмың қоямыз, хорошо? Ссылка вот, чтобы если Айнұрдан курс өткілеріңіз келсе, да, мысалы индивидуальный, Айнұр бұл сіздерге міне нетворк сразу іздеп жүрмейсіздер да, мұғалім Айнұрмен істей бересіздер. Бұл үлкен мүмкіндік, достар. Если Ерлан Кеңесовичке сұрақ болса, ертең ол кісімен бірінші танысып алайық, сразу емес. Ол кісіге кейін прямой шығуларыңызға осылай деп мүмкіндік болады. Арсений кім келеді, мысалы осылай эфирмен, может, ол жігітті пайдалы болады сіздерге. Вот. Да, мысалы, ребят, еще такой момент. Я ни в коем случае не агитирую свои курсы, я не говорю, что у меня все идеально, у меня там просто вот чики-пуки, все, и вы должны ходить только ко мне. Нет, ни в коем случае. Также вот, например, вот сейчас та информация, которую в будущем я с вами буду делиться, для вас это будет как небольшой показатель, насколько вам комфортна моя методика, да. Қаншалықты менің, мысалы, методикам сіздерге ұнайды, қаншалықты эффективно, қаншалықты менімен комфортно. Сол нәрсені көресіздер. Одан кейін егерде шынымен де жоқ, сізден тағы да қосымша білім алғым келеді десеңіздер, онда без проблем. Жаз, мен вообще боспын. Я буду спокойно вас, я буду только рада обучать вас индивидуально, если вы захотите. Бірінші деп жатсың ғой да, Айнұр? Беретін. Өте жақсы. Солай. Так, достар, біз осымен закругляемся ақырындап. Сіздерге өтініш, қазір мен қалай болып деп жазам да, соның комментарийінен развернутый не жазып жіберіңіздерші, отзыв, чтобы басқа қатысушылар көрсін. 147 адам отыр, 40 адам деген ұят. Мен білмеймін. Ананы айттым, қатысушылар көбісі кіргісі келмейді. Бірақ записьте көрер, хорошо. Вот. Сіздерге ұнаған болса, осы жерде 36 адам қалды ғой, давайте қолдарыңыз көтере салыңыздар, көрейін. Барлығына ұнады ма деген сұрақ. Вот. Тырысамыз осы балаларды хотя бы әлемдік деңгейге шығарып жіберуге клуб арқылы. Ертең әр бала эксперт болып, чтобы біздің медицинамызды көтеретін жастар шығады дегенге мен өзім сенімдімін. Сол себепті достар, тек қана алып. Все, Айнұр, көп рахмет. Достар, назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған